Балалар, бүгін жаңа сабақ кешіріңдер. 115-ші сабақ ғаламшар құпиялары, дара және күрделі сан есімдер. Тыңдаған мәтіннің негізгі тұстарын белгілеймін. Соған сүйеніп мазмұнын айтамын. Сөйлемнен сан есімдерді тауып, дара немесе күрделі екенін ажыратамын. Балалар, бірінші сразу назар аударайық ережеге. Сан есім дара және күрделі болып бөлінеді. Дара сан есім бір сөзден тұрады. Мысалы 5-10. Ал күрделі сан есім 2 немесе одан да көп сөзден құралады. Күрделі сан есімдерді құрамындағы сөздер бөлек-бөлек жазылады. 17, 13, 27, 23, 50, 8-ші, 60-ші, 358-ші, 600-ші дегенде, балалар. Ал енді 54-ші жаттығуға назар салайық. 54-ші жаттығу мәтінді тыңда дейді. Ал енді сендерге оқып берейін. Бір жылда күн мен түн 2 рет теңеседі екен. Оларды көктемгі және күзгі теңесу деп атайды. Көктемгі теңесу 23-22 наурызға ұлыстың ұлы күніне дөп келеді. Ал күзгі теңесу 23 қыркүйекке сәйкес келеді. Күн мен түннің көктемге теңелуін әлемнің көптеген халықтары мереке ретінде атап өтеді. Күн қозғалысына негізделген есеп бойынша нағыз көктемнің келуі осы күн мен түннің теңелуі екен. Дана халқымыз бұл уақытты жылдың басы деп есептеген. Осы күннен бастап табиғатта, жер ана да, жан-жануарлар да төлейді, жаңғырады. Балдырған журналынан. Келесі астындағы сұрақтарына көшейік. Тыңдаған мәтіннің негізгі тұстарын белгілеп ал. Соған сүйеніп мәтіннің мазмұнын айт дейді. Бұл ауызша және сендер бұны мұғалімдер сұрағанда өздеріңіз мазмұны оп-оңай, соған сүйеніп мазмұнын айта аласыңдар. Негізгі тұстарын белгілеп соған еместеуге болады. Мен мысалы өзім ауызша айтсам, бір жылда күн мен түн бір-ақ рет теңелеседі екен. Ол көктем мен күзде, көктемде 22 наурызда, ал күзде қыркүйектің 23 күні екен. Бізде 22 күні ұлыстың ұлы күні. Сол кезге дөп түсіпті. Күн мен түн сол көктем және күз айларында теңеседі екен. Күн мен түннің көктемге теңелуін әлемнің көптеген халықтары, басқа елдер атап өтеді екен, күн мен түннің теңелуін. Ал балалар, келесі сұраққа назар салайық. Мәтіннің мазмұны бойынша диалог құраңдар дейді. Бұл ауызша. Мәтіннен сан есімдерді тауып сұрақ қой дейді. Бұл жерде 22 наурыз, 23 қыркүйек. Мен екеуінен бірдей сұрақ оп-оңай. Күн мен түн қашан теңеледі? Балалар? Дұрыс. Келесі бәріміз солай болған шығар. Келесі ескі және 2 және 22 сан есімдерін салыстыр. Әрқайсында сөз саны бірдей ме дейді. 2 және 22. Жай ғана бала 20 дегенді 60-ық, екеуі бірдей, бірақ бірдейге ұқсайды. Келесіне ережені оқыдық, енді келесі 100-ші бетті ашайық. Бұл жерде балалар 55-ші тапсырма, бұны мен жаздым, қазір сендерге көрсетейін. Міне, бұл осы жауабы. Міне мен жазып қойдым, қандай немелері бар, міне жазып қойдым. Келесі 56-ші тапсырмаға көшейік. Келесі 56-ші жаттығуға көшейік. Берілген сан есімдерді сөзбен жаз дейді. Олардың дара немесе күрделі екенін дәлелде дейді. Мен жаздым, сендерге көрсетейін. Міне 56-ші жаттығу жазғаным. Келесі 57-ші жаттығуға көшейік. 57-ші жаттығуда
мәтелді жатқа жазиды. Білгенің 19, білмеген 99 деген. Бұл жерде мен сан есімдер таптым. Мәтелдің мәнін түсіндір дейді. Олардың өзін түсінесіңдер, мектепте талқылайсыңдар. Міне, бұл сан есімдерін жазып қойдым үстіне. Күрделі мекен, дара мекен, астын сыздым жайында. Келесі 58-ші жаттығуға назар салайық. 58-ші жаттығуда сызбаға қарап сан есім туралы білетінді жинақта. Сан есім мағынасы, сұрақтары, есептік, реттік, дара күлдері. Мағынасы дегенде сан есім бұл сөзбен немесе жазбаша жазылады. Келесі сұрақтары, сан есім сұрақтары қандай балалар? Неше, қанша, нешінші, қаншасыншы деген сұрақтар, иә. Келесі есептік, мысалы мен есептік дегенге 20, 50 деп айталам. Реттік дегенге мен 2-ші, 3-ші, 4-ші мысалы. Келесі дара дегенге мысалы 7, 9, 10. Ал күрделі дегенге 1969, 1977 айталамын. Бұл бәріміз білетін сияқтымыз, мен білемін. Келесі 59-шы жаттығуға назар салайық. Мен балалар 59-шы жаттығуды осылай жаздым. Міне, қарап алыңыздар, осылай жаздым. Мен жазуым кішкене үлкен, назар аудармаңыздар, осылай болды. Бұны жазбаша жазу керек жай ғана, сосын бізге дара сан есімнің астын бір сызықпен, күрделі сан есімнің астын 2 сызықпен сызу қажет. Алыншы балалар, қарағандарыңызға, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Келесі сабақта жүздескенше.